Қайырлы күн, құрметті көрермендер, подкаст Моралайф шығарылымына қош келіп отырсыздар. Бүгін бізде тарихи мәдени волонтерлік саладағы түрлі бағыттар бойынша әңгімемізді өрбітетін боламыз. Соңғы уақытта білесіздер, елімізде волонтерлік саласы қарқынды түрде дамып келе жатыр. Оның ішінде осы тарихи мәдени саладағы волонтерлікте өзіндік белгілі бір нәтижелерді беруде. Енді 2026 жыл осы Біріккен ұлттар ұйымында халықаралық волонтерлердің жылы деп жарияланды. 2026 жылды барлығымыз кең көлемде, ауқымды халықаралық форматта осы мерекені атап өтеміз. Енді бүгінгі подкастымызға қош келдіңіздер. Құрметті қонақтарымызбен таныстыратын болсам, Жанділдаев Бақдәулет Болатұлы, қош келдіңіз. Бізде Бақдәулет мырза Қазақстан жастарының конгресі заңды тұлғалар бірлестігінің атқарушы директоры, сонымен қатар 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ұйымдастыру дирекциясының осы волонтерлер бөліміне жетекшілік жасаған. Одан кейін Бақытгүл Жексекеева, Бақытгүл ханым, қош келдіңіз. Бақытгүл ханым бізде Атамның аманаты қоғамдық бірлестігінің бас маманы, түрлі осы тарихи мәдени жобалардың жетекшісі болып табылады, координаторы болып табылады. Одан кейін Ақылбек бауырымыз, Ақылбек Қайратұлы бізде осы тарихи мәдени волонтерлік саладағы шағын гранттар байқауының жеңімпазы, өзінің өңірінде батыста, осы Маңғыстауда ұйымдастырған жобасы туралы әңгімені өрбітетін болады. Сондықтан тағы да қош келдіңіздер. Барлықтарыңызға өте еркін формат. Қазіргі біздің негізгі бүгінгі подкасттың мақсаты осы саланы тереңірек талқыласақ, көрерменге осы салаға ой салсақ, жеткізсек, өзіміздің атқарып жатқан жұмыстарымызды. Одан кейін әрқайсымыз қоғамдық салада жүрміз, өзіміздің саламыз бойынша қандай мүмкіндіктерді ұсына аламыз жастарға, волонтерлерге, көрермендерге деген секілді. Сондықтан Бақдәулет мырза, бірінші өзіңізден бастасақ, енді былтыр 2024 жыл барлығы үшін, осы еліміз үшін өте табысты жыл болды. Оның ішінде осы өте тарихи сәт, көшпенділер ойындарының, осы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары Қазақстанда өткізілді. Оған осы ойындардың ұйымдастырылуына тікелей волонтерлерді сіз жұмылдырдыңыз, сол ұйымды сіз басқардыңыз. Соған тоқталып өтсек, негізгі қалай болды, жұмыс қалай басталды, волонтерлердің ол жердегі негізгі рөлі қалай есептелді? Қайырлы күн, подкасттарыңызды шақырғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Енді осындай бір маңызды тақырыптардың бірінде талқылауда отырғаныма қуаныштымын. Енді дүниежүзілік көшпенділер ойындарына келетін болсақ, дүниежүзілік көшпенділер ойындары енді еліміздің мынау жалпы спорт саласында ұлттық ойындарды одан әрі дамыту саласына жаңа бір серпін алып келген үлкен жоба болды. Осы көшпенділер ойындарына жалпы саны 1600 ерікті тартылды. 1300 еріктінің жұмысын ұйымдастыру ол мынау Қазақстанның спорт және туризм министрлігіне қарасты болды, ал 300 еріктіні ұйымдастыру ол Астана қаласы әкімдігіне жаңа қарасты болды. Жалпы 1300 еріктіні ұйымдастыру, жалпы оларды жинақтау, олардың функционалдық қызметтерін атқару бойынша жетекшілік еткеніміз рас. 1300 еріктіні жалпы іріктеу, оларды дайындау 2024 жылдың қаңтар айында басталған болатын. Яғни іс-шара өзі қыркүйек айында өтсе де алдын ала дайындық, алдын ала оқыту жұмыстары, іріктеу жұмыстары жасалынды. Жалпы 1300 ерікті болам деушілердің қатарына 5000-нан астам өтінім келіп түсті. Сол 5000 өтінімнен іріктеліп алынған 1300 ерікті жалпы сол ойындар кезінде қызмет атқарды. Ол еріктілер жалпы 16 бағыт бойынша қызмет жасады. Яғни мынау елімізге келген қонақтарды, делегаттарды, спортшыларды аэропорттан немесе вокзалдардан күтіп алудан бастап, оларды орналастыру, оларды тамақтандыру, оларды жаңағы қалада мынау көрнекті жерлермен аралату және спорттық сайыстарда төрешілерге көмек көрсету бағыттары бойынша жалпы 16 бағыт бойынша жұмыс жүргізген болатын. Негізгі еріктілердің ол жердегі рөлі ұйымдастырушыларға көмек көрсету, қолдау көрсету және елімізге қонақ болып келген спортшыларға, делегаттарға қандай да бір еліміз туралы пайдалы ақпаратпен бөлісу болды. Жалпы елімізбен тереңірек таныстыру. 1300 еріктінің барлығы 3 тілді жетік меңгерген еріктілер болды. Қазақ, орыс, ағылшын тілін және қосымша 8 тілге дейін білген еріктілер қатарымызда болды. Енді жалпы бұл шараға, бұл сайыстарға 80-нен астам елден қонақтар келді. Сол келген қонақтардың барлығының көңілін табу,
жалпы оларды былай айтқанда оларға осы елімізде өздерінің үйінде жүргендей сезіну үшін олар үлкен рөл атқарды. Енді бұл еріктілерге де үлкен мүмкіндік берді. Бұндай тарихи оқиғада ерікті болу және өзіне үлкен тәжірибе жинау үшін олар белсенділік танытып үлкен жұмыстар атқарды. Енді бұл еріктілермен одан әрі де қазіргі уақытта жұмыс жасалынуда. Оларды қандай да бір басқа да іс-шараларға, халықаралық болсын, республикалық деңгейдегі іс-шараларға, жобаларға тарту арқылы оларға одан әрі еріктілік бағытын, еріктілік өзінің тәжірибесін жинау үшін қолдау көрсетілуде. Жақсы, керемет. Жалпы үлкен бір нәтижесін берген жобалардың бірі болды. Енді келесі 2026 жыл қателеспесем Қырғыз Республикасында да өтеді. Көптеген сол менің естуімше 2024 жылы қатысқан волонтерлер сол 2026-ға қалай қатысамыз, біз де бара аламыз ба ұйымдастыруға деген секілді сауалдарын сұрап жатады екен. Егер мүмкіндік болса, өзіңіз бастап барып келесіз. Жалпы қазіргі уақытта енді 2024 жылы біздің елімізде өткізіліп, сол кезде келесі көшпенділер ойындарын өткізу эстафетасы көршілес өзіміздің бауырлас Қырғызстан Республикасына тапсырылған болатын. Қазіргі уақытта Қырғызстан Республикасы кең көлемде үлкен масштабта өткізу үшін дайындық жұмыстарын бастап кетті. Ол жақтағы да осы волонтерларды іріктеу, волонтерлардың жұмысын ұйымдастыру бойынша мамандармен байланыстамыз. Жалпы бұл жерде айта кететін 2024 жылы бізде елімізде көшпенділер ойындары өткізілген кезде шетелден жалпы 20-дан астам ерікті келіп шетелдік еріктілерге қызмет атқарған болатын. Соның ішінде сол Қырғызстан Республикасынан келген де еріктілер бар. Олар біздің еріктілермен қатарласып, иық тіресіп бір апта бойы осында үлкен жұмыстар атқарды. Қазір сол Қырғызстан Республикасынан келген еріктілер сол жақтағы көшпенділер ойындарында еріктілер жұмысын ұйымдастырып, жалпы еріктілерді іріктеу, еріктілермен қамтамасыз ету бойынша жетекшілік қызметтерді атқаруда. Жалпы біз ол еріктілермен байланыстамыз. 2026 жылы біздің мемлекетіміздің еріктілер үшін қандай да бір белгілі бір квота берілетін болады. Сол квота арқылы біз үздіктердің үздігін таңдау арқылы сол 2026 жылы Қырғызстан Республикасындағы көшпенділер ойындарына өзіміздің тарапымыздан еріктілерді ұсынатын боламыз. Ол бойынша қазір енді жұмыс жасалынып жатыр. Енді қандай ол сан болады, қаншама көлемде болады, оны біз әлі күнге дейін уақыт жақында анықтайтын боламыз. Жақсы. Бақтыгүл ханым, сізді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Тағы да жұмыстарыңыз өте ауқымды түрде іске асырылады. Жалпы республиканың барлық өңірінде өздеріңіздің ұйымдарыңыздың өкілдіктері бар. Енді сіздер осы тарихи мәдени мұраны қорғау бағытында қандай жұмыстарды атқарып жатырсыздар? Одан кейін волонтерлерді өздеріңіздің жұмыстарыңызға қалай тартасыздар? Сол бір тәжірибемен бөлісе өтсеңіз. Ең біріншіден осы ұйымдастырушыларға үлкен рахметімді айтып келеді сіздерге. Бұл үлкен мүмкіндік, жаңағы осы бауырларымен танысып, біздің жастар саясаты бар, конгресс бар, жастардың батыс өңірінен келіп отырған қаншама жұмысын атқарып атқан. Бұлай қарасаңыз, біздің республикалық атамның аманаты қоғамдық бірлестігінің жұмысы негізі осы бауырларымен де сіздермен де бірігіп жасайтын жұмыс. Атамның аманаты қоғамдық бірлестігі 2019 жылы құрылған. Биыл мына 6 жыл болып отырма. 6 жылдың ішінде қарасаңыз қаншама жұмыс атқарылып жатыр. Енді жұмыс болғаннан кейін оның қиындығы да бар, қуанышты күндері де бар дегенде айтып өту керек. Осы жерде мынау жастар білсін, еліміз білсін, халық білсін. Негізі ұлы екінші дүниежүзілік соғысқа аттанған біздің Қазақстаннан кеткен жаңағы сарбаздардың ортасынан 271 мың адам оралмаған. Оралмаған болғанда олар хабарсыз кеткен. Осымен жаңа колледждарда, жоғары оқу орындарында, білім беру орындарында мен осы сабақтарды айтып жүргенде жаңағы жастардың түрінен белгілі болып тұрады, анау 271 мың деген адамды. Енді олар айтады, мың емес, екі емес, ол өте көп халық қой, ол өте көп халық. Ол біздің отандастарымыз, ол біздің
Қазақстаннан сол соғысқа кеткен адамдар, ол біздің аталарымыз, біз ол кісілердің ұрпақтарымыз. Кім үшін керек осы жұмыс? Бізге керек, біздің отанымыз үшін керек. Қазіргі таңда атамның аманатына 12 мың ғана өтініш түскен, өкінішке орай. Оның осы ауқымды жұмыстың нәтижесінде 4,5 мың адамның жерленген жері басқа мемлекеттерде табылған. Осы жерде айтып өткім келеді, 2019 жылдан бері енді біз бертеде келгенбіз ғой осы жұмысқа. Бірақ та сол тарихта қалып осы жұмысты бірінші бастаған, мен енді барша адамдарды өзімде танымаймын, бірақ та осы жерде айтып өткім келеді, ол кісілерге 1000 жерден рахмет. Осындай бізде мемлекетте бірінші боп осы ұйымның жұмысын басқарғанына, мынау ел үшін керек дегеніне, мынау мұра ғой, мынау біздің Қазақстанның келешегіне керек деген жұмысты бастағанына рахмет айтқым келеді. Енді қазіргі таңда біз волонтер дейміз. Волонтерлық жұмыс біздің жас кезімізде де басталған жұмыс қой, былай тарихта қалған. Біз әлгі ата-апалардың үйіне барып, онда соғыс ардагерлері көптен үйлеріне көмектесіп, мен Қарқаралы деген жерде туып өскем, қарлы өте жерлер, сонда барып үйлеріне көмектесіп, жалғыз басты аналар болса қарын күреп беріп, сондай жұмыстар енді қазір қарап отырсаң, ол да солай, бірақ та мынау қазіргі енді осы өмірге лайық жұмыстар одан да көп болып жатыр, қарап отырсам. Бізге мен ойлаймын, осы жаңағы сіздермен бірігіп жұмыс жасасақ, нәтижесі бұдан да мынау 12,5 өтініш емес, бұдан да көп, 20-25, бізде уақыт көп емес. Өйткені қазіргі сол майдангерлердің ұрпақтары, өзінің балалары, ұл-қыздары 80-нен 90-ға тақақпаған адамдар. Біз кімнен сұраймыз, жастар? Осы волонтерлар жұмысты бастаса, кімнен сұраймыз? Сол өңірлердегі аталардан сұраймыз. Мынау кейбір жерде барғанда 40-50 жастағы адамдар көбісі жаңағы өз отбасының тарихын білмейді. Ол аталардың көбісін атын білмейді. Содан мен ойлаймын, бізде бір кем дегенде 10 жыл мына жылдарды пайдаланып қалуымыз керек. Біз ата-бабаларымыз қазір осы аталар бар кезінде сұрап қалуымыз керек. Бізге ешқандай база ертең оны айта алмайды. Түсініп отырсыздар, волонтерлық жұмыс деген өте қызық жұмыс қой. Былай қарасақ, оның жаңағы бір жағынан мына бауырым айтып отыр, қаншама халықты, 5000-дай халықты тарттық осы жұмысқа деп. Ол деген патриоттық сезім, ең біріншіден. Мына ел үшін, бір өзімнің мемлекетім үшін бір жақсы нәрсені жасайыншы, бір өзімнің үлесімді қосайыншы деген. Осы атамның аманатының ұжымында біз 5 адам ғана жұмыс істейміз. 5 адам. Бізге өте қажет көмекші. Біз қалай қазір шығып жүрміз? Осы волонтерлар арқылы, қоғамда жастар саясат арқылы, мынау мемлекеттік жаңағы ұйымдар арқылында шығып жүрміз. Енді барша халыққа бізге көмектесіп, қол үшін созып жүрген барлық басшыларға, ұйымдарға рахмет айтқым келеді. Түсінікпен қарайды. Керегін, маңыздылығын түсінеді көбісі. Қазір міне сол мен былай ойлаймын, негізі әрбір адам өзінің ішінде волонтер болу керек. Жасына қарамай, үлкен адам болсын, жастар болсын. Бізде былай қалыптасып кеткен ғой, волонтер ол тек қана мынау таза Қазақстанға барып, бір жерді тазалау жұмыстарына ғана қатысады деп, солай қалыптасып кеткенде, олай емес қой ол. Бұл деген рухани жұмыс, рухани. Біз
волонтер арқылы мынау ақпараттарды жастар арқылы көп жұмысты атқарып елдің ортасында қазір мынау әлеуметтік желілерде ақпаратты көп таратсақ, біз мынау әскери нелер қалды ғой, дайындайтын мынау 40 күндік дайындық әскери орталықтар қалды қарулы күштерінің қол астында. Біз солар арқылы 13 өңірде сол курсанттар арқылы ақпаратты таратамыз. Ол жақсы тәсіл деп ойлаймын, өйткені 400-500 адам келеді. Олардың ортасында біз барып түсіндіреміз. Атамның аманаты осындай соғысқа кетіп оралмаған аталарды іздестіреді. Көмектесіңіздерші, туыстарыңыздан сұраңыздаршы деп. Содан бір бөлек өтініштері сол арқылы түсіп жатыр. Мен оларды жаңағы мынау сол ВТШ-ларда оқып жүрген курсанттарға рахметімді айтып, оларды волонтер деп санаймын. Өйткені волонтер ең біріншіден бізде көп волонтерларымыз өзімізде де бар, бірақ та жетіспейді. Саны жетіспейді, өйткені жұмыс өте үлкен, маңызды жұмыс. Нақтылхан, көрерменге түсінікті болу үшін, егер бұрын Ұлы Отан соғысынан қайтпай қалған, із-түзсіз жоғалып кеткен аталарын іздейтін оқырмандарымыз бар болса, атамның аманаты ұйымына сіздермен байланысып, сіздердің тізімдеріңізде ол бар ма жоқ па нақтылай алыңыз. Ең біріншіден біздің атамның аманатында өзіміздің базамыз бар, бірақ та жалғыз Қазақстанның ішінде жүріп біз бұл жұмысты атқара алмаймыз. Біз деген қазіргі таңда 100-ден аса мемлекеттермен мына келісім шартқа отырғанбыз, меморандумға. Өйткені соғыс қай жерде болмады? Жан-жақта болды о кездері, барлық мынау соғыстың қай жерде өткен қалалар бар, мемлекеттер бар. Біз сол мемлекеттің жаңағы өкілдерімен жұмыс жасаймыз. Ол деген қараңыздаршы, өтінішті ондай адамдар әлі Қазақстанда отбасылар көп. Сол бізге өтініш тастау керек. Өтінішті мынау бізде өзіміздің сайтымыз бар, Instagram парақшасында, Facebook парақшасында жазылып тұр, қандай телефондары қалай бізбен өтінішті жаңағы жіберу, қалай жіберетіні. Енді о жерде мынау Ресейді айтсақ, Польша мемлекетін айтсақ, Сербия мемлекетін айтсақ, басқа да мемлекеттерде ол деген мыңдаған халық қой. Мынау бір жерде жерленген жер болса, о жерде 3000-дай халық жатады, 2000-дай халық жатады. Ал кейбір жерде біз жеке жерленген жерлері бар. Соны басқа мемлекеттің базасымен анықтайды біздің поисковиктер. Поисковик жаңағы іздестіру тобына да, волонтерлы тобына да мың алғыс. Күн демей, түн демей, кей кезде өтініштер түскен уақытта 24 сағат уақытын міне волонтер деген. Ол кісілер мына ақы төлемсіз жұмыста. Еркі, өз еркімен. Ешкім, біз шақырамыз, волонтер болыңыздаршы, бар жаққа түсіндіреміз. Сонда бізге келіп осылай көмектесіп жүрген адамдар олар. Басқа-басқа қалаларда, батыста да бар ондай біздің волонтерларымыз, жаңағы іздестіру тобымыз. Үлкен жұмыс, бұлай көлемін қарасаңыздар өте керек жұмыс, маңызды жұмыс. Бүкіл Қазақстанның жастарын болсын, халқын болсын, біз жастар ұйымдарды біз осы жұмысқа бірігіп жасауға шақырамыз. Менің қазір ойым келіп отыр, осы жастар конгресімен өңірдегі сіздердің мынау өкілдерімен біз жаңа меморандум жасап, ары қарай осы жұмысты мынау волонтерлық ұйыммен, жастар саясатымен, мынау ішкі саясатпен, ішкі саясатқа жақын ғой осы жұмыс. Тікелей, біз сақтап қалуымыз керек. Бұл үлкен мынау тарихи мұра. Бізге қазір мен өзім әкем Ұлы Отан соғысының ардагері болған. 93 жасына келіп қайтыс болды. Мынау Белоруссия жерінде соғыста жаңағы партизан отрядтарында болған адам. 5 жыл емес, 7 жыл әскерде барып келген. Ол кездері 45 жылы ары қарай приказ алып, 47-де Қазақстанға бірақ келген адам. 39 жылы әскерге кетіп, 41-де соғысқа
не жаңағы соғыста қалып. Сонда ол кісі өте армандап жүретін Белоруссия еліне барып келейін ба деп, менің достарым қалды ол жерде деп, кәдік түскенде көз жасын алып барғысы кеп, сол жерге бір барып тағзым етіп барып көріп келейін деп армандап кетті. Мен енді сол әкемнің барған жеріне, соғыста қатысқан жерлеріне өзімде бір барам деп енді армандап жүрмін. Енді атамның аманаты деген өз сөзі сол айтып тұр ғой. Аталардан қалған аманат, бұл деген бір адамның әкесі әрбір отбасында көп. Қазір біз қай отбасына барып біз мынау майдангер хатын апарамыз, сіздің ата-бабаңыз осындай жерде жерленген дегенде, анау 70-80 жастағы адамдардың, ер адамдардың көз жасын көргенде, мынау жүректе бір тағы да көбірек осындай адамдарға көмектескім келеді ары қарай. Біз осы мамыр айында 90 жасқа келген апайдың әкесінің жерленген жерін тауып, біздің іздестіру тобы, біз осы жақта мынау ұлттық мұражайда табыстадық 80 жылдыққа орай. Апай 70 жыл істепті әкесінің жерленген жері. Бұл деген біреулеріне міне Жамбыл облысында жұмыс атқардың, біреулері 4 айда табылып кетеді, біреу 2 жылда. Қараңызшы, атасын, әкесін 70 жыл іздеген апай, 90-дағы апай. Біз өте ондай адамдарға қуаныштымыз. Мына әке шеше баласына аманат қып қалдырып кетеді екен, әкемнің жерленген жерін тапшы деп. Бізде бір бағдарлама бар, сол бағдарламада көп осы жастар арасында кештерді өткізсек па деп, әрі қарай осы эфирден кейін сөнбесін әке шырағың деген өте маңызды бағдарламамыз бар. Қазір талқылаймыз енді. Бақытгүл ханым, қараңыз, жыл сайын волонтерлар қарқынды түрде дамып келе жатыр. Оған сұраныс та бар, мемлекеттік қолдау да жетерлік негізі. Әр өңірдегі жастар үшін бұрын мысалы біз мектепте оқушы болып жүргенде біздің бір әдемі жобаларымыз болады, бірақ жобаны қаржыландыруға мүмкіндігіміз болмайды. Ақшаны қайдан аламыз, кімнен сұраймыз, ары қарай оған бір белгілі бір ресурстар керек деп өзіміз ойланып жүретінбіз. Енді қазір жақсы, волонтерлерге көңілді бөліп жатыр. Мемлекеттік қолдаудың бірін алып отқан, үлгі болып отқан қазір Ақылбек Қайратұлы, біз Ақылбек мырза қасымызда, өзі Маңғыстау өлкесінен осы тарихи-мәдени бағыттағы волонтерлік бойынша шағын гранттар байқауының жеңімпазы атанды және өзі сол өңірде сол жобаны іске асырды. Сол бойынша қазір Ақылбек мырза кішігірім тоқталып өтсеңіз, ары қарай сосын жалпы кейстер талқылаймыз. Рахмет. Бізде Маңғыстау өңірінде іске асырылған жобамыздың аты этноқадам. Ол жобаның мақсатына келетін болсақ, ол бізде біріншіден этноволонтерлерді дайындау және өзіміздің тарихпен дәріптеу. Ол біздің этноволонтерлар бізде Маңғыстау өңірінде біріншіден енді туристік аумақтар көп болғандықтан, әулиелі жерлер, жерасты мешіттер көп болғандықтан бізде туристер көп. Этноволонтерлардың бірінші жұмысы біздің тарихты дәріптеп, екінші жұмысы сол туристердің кейде кейбір қылықтары ыңғайсыз жағдайда қалдырып отырады. Себебі әулиелі жерде қоқыстардың тасталып қалуы, кейбір тастарға сызылып кетуі, солармен біздің этноволонтерлар жұмыс жасайды. Этноволонтерлардың біз осы жоба аясында бірінші іріктеу жұмыстарын өткіздік. Әртүрлі семинар, тренингтер іріктелген волонтерларға өткізу жұмыстарын жасадық. Және сол волонтерлармен біз келесі Қараман ата, Шопан ата, Бекет ата секілді 3 әулиелі ірі жерасты мешіттеріне барып, волонтерлармен практикалық жұмыстар өткіздік. Волонтерлар өз көздерімен көріп, сол аталардың басында тағзым етіп, және де қандай жұмыстар атқаратындары жайлы ақпарат алып, солай жобамыздың екінші этабын аяқтадық. Одан кейін біз өзіміздің волонтерлармен қоса қала жастарын жинап, Ақтау қаласындағы Әбіш Кекілбаев атындағы мұражайға бардық. Мұражайда Маңғыстаудың көптеген тарихтары болғандықтан біз Маңғыстау бойынша көптеген тарихи ақпараттар бердік. Жалпы жоба өз нәтижесіне жақсы жетті. Қазіргі таңда этноволонтерлар өз жұмыстарын атқаруда, және де ол этноволонтерлар сол санмен 50 волонтермен қалыптаспайды, одан да көбейеді алдағы уақытта.
және ол этноволонтерлар өздері де тағы да этноволонтерлар жинақтай алады. Өзіңіз бір сөзіңізді айтып едіңіз, бір этноволонтерлік топ құрамыз, өйткені биыл Ақтау қаласы түркі елдерінің мәдени астанасы статусын алды. Соның аясында ары қарай да жұмысымыз топ жалғастырамыз деп. Топ құрылған рас па, жаңа сіздің айтқаныңыз? Бізде қазір этноволонтерлар арасында сондай бір кішігірім қоғам десек те болады, топ құрылды. Және де ол алдағы уақытта ол тағы да құрылады бізде. Себебі бізде жаңағы айтқандай түркі әлемінің астанасы дейді, мәдениеттің астанасы дейді. Сол заттан кейін бізде туристік аумақтар көбейіп кетті. Және туристер саны да артты. Сол үшін біз сондай топтарды алдағы уақытта көбейтсек деп отыр. Себебі туристермен жұмыстар бізде алдағы уақытта көбейетін болады. Оларға бізге этноволонтерлардың ақпараттарымен сол жердің тарихын дәріптеу қажет болады. Жақсы. Ғаділет мырза, сіздің ойыңызша қазіргі уақыттағы жастардың осы мәдени тарихи мұраға деген жауапкершілігі, көзқарасы қандай? Сұрағыңызға үлкен рахмет. Бірінші кезекте сізге үлкен алғыс айтқым келеді. Мына аманатқа қиянат жасамай атқарып жатқан еңбектеріңіз үшін біз өз тарапымыздан қолдауға дайынбыз. Қандай да бір бірлесе атқаратын жұмыстар болса дайынбыз. Енді қатарымызда енді сұраққа жауап ретінде жалғасып кететін болсақ, мынау мәдениетке, жалпы біздің ұлттық мұрамызға жауапкершілікпен қарайтын жастардың саны өте көп қазіргі уақытта. Жалпы қазіргі уақытта енді жастар болсын, кім болса да енді жалпы мынау ұлттық мұрамызды, мәдениетімізді бірінші орынға қоятын, жетістіктерімізге қуанатын үлкен қоғам пайда болып келе жатыр. Және де мынау өзіміздің ұлттық біздің құндылықтарымызды дәріптейтін, ұлттық салт дәстүрімізді, ұлттық ойындарымызды дәріптейтін орталық өте көп қазіргі уақытта. Енді жалпы айтатын болсақ, қазір жастар өзіне жауапкершілік ала алатын, тұрақты түрде дамуды іздейтін жастар енді өте көп қой қазіргі уақытта. Жалпы сұраныс та сондай болып келе жатыр. Сондықтан да жастар тарапынан жауапкершілік жоғары деңгейде деп айтсақ болады. Енді бұл жерде қазір уақытта тіпті мынау ұлттық біздің жаңа айтылып өткен мәдени ошақтарымыз бар, үлкен мәдени орындарымыз бар. Сол жердегі вандализммен де күрес өте жоғары деңгейде. Оны да теріс қабылдап жатқан жастар болсын, орта таптағы, орта жастағы азаматтар болсын өте көп. Сондықтан да бұл жерде үлкен бізде бір қазіргі уақытта жауапкершілігі артқан, ұлттық құндылық пен ұлттық біздің мұрамызды дәріптейтін қоғам қалыптасқан. Сондықтан да жауапкершілік деңгейі де жоғары деп айта аламын. Ханым, тарихи мәдени мұраны сақтау үшін, ары қарай оны жаңағы ұрпақтан ұрпаққа насихаттап жеткізу үшін біз волонтерлер тарапынан не істеуіміз керек? Жаңа сіз дұрыс айтып өттіңіз. Әрбір жұмысқа қаржы керек қой. Бірақ та мына жастарға айтып өтетінім, бізге волонтер болғанда былай қарасаң ешқандай қаржы керек жоқ. Тек қана өзінің мынау қолданып жүрген телефоны болса, өзінің жаңағы инстаграмдағы парақшасы болса, фейсбукта ары қарай бізге көмектесіп жаңағы таратса, өзінің ауылында мынандай, мен айтам, үлкен бір тәсіл іздемей, жай кішкентай тәсілдер қасымызда ғой. Былай бүйтіп қарасаң, ол ауыл аймақтарда мынау студенттер арасында келген жаңағы ауыл аймақтардағы каникулға барғанда, сол каникулдың кезінде көшеден үлкен адамдардан сұрап, осындай отбасы бізде бар ма, ауылдан шыққан осындай соғыстан келмеген майдангерлер бар ма, оған ешқандай қаржы керек жоқ қой. Тек қана мынау өзінің жүрегі ғана, көмектесем деген сезімі ғана. Содан бізбен хабарласып, тағы да айтатынымыз, мынау жаңағы 80-90 жасқа келгенде сіздерде әлемде дамып кетеді. Онда да Құдай қаласа мен сол жасқа келсем, мен де көп нәрсені онда білмей қалам ғой. Өйткені бәрі қазір дамып жатыр. Біз қарасаңыз, о кісілер барып, сондай ата-апаларды тауып,
мынау өзінің телефон арқылы бізге өтініштерді толтыратын адамдар керек болып жүр бізге. Былай қарасаң, жалпы жай жұмыс, отырдың, толтыра салдың. Но бірақ та оны білетін ана ата-апаларға көмектесетін бізге адамдар керек болып тұр. Осы жерде тағы да айтайын дегенім, басқа мемлекеттен Қазақстанға көп келеді. Сол жаңағы Чех мемлекетінен келеді, басқа Сербия, басқа да Жапон халқынан көп өкілдер келеді дағы, өздерінің ата-бабалары жерленген жерлерін іздеп, тауып, барып Қазақстанда жерленген. Бізде мынау көп Қазақстанның осы мынау соғыстың кезінде деген атқарған жұмысы өте көп қой, тарихтан білесіздер. 220 завод пен фабрикалар осы жаққа көшірілген. Со жақтан о жаққа жұмысқа да адамдар келген, тылда жұмыс істеген, басқа мемлекеттен мамандар келген, білікті мамандар келген. Онан кейін мынау госпитальдар ашылған. Бізде қаншама қалада әскери госпиталь, ол да мұра. Оның мынандай барсаң, несі жазылған, өзінің несі бар, жаңағы мемлекеттің қорында деген. О жерде қаншама соғысқа қатысқан басқа өңірлерден осы жаққа тылға жіберіліп, жаңағы мынау госпитальға келіп, емделіп, госпитальда қайтыс болып кеткен басқа ұлттың өкілдері бар. Сол жерде жерленген жерлері бар. Ол жерде мынау әскери техникалық мектептеріне үлкен рахмет. Жыл сайын барып тазалап, жаңағы тазалық жұмыстарды атқарып, ағаш отырғызып, күту жұмыстарын атқарады. Ол да бір үлкен бізге қалып тұрған, бізге оны бізден кейін арғарай сіздерден кейін тағы да келесі ұрпаққа қалу керек, бұл тоқтап қалмау керек. Бұның бәрі біздің тарихымыз. Тарихты біз келешек тарихсыз болмайды дегендей, бүгінгі күнмен тарихқа кішкене артымызға қарап, осы жұмысты біз бәріміз бірігіп заңдастырылған жұмыс қой, негізі волонтерлық жұмыста заңдастырылған ғой. Ең біріншіден, заңы бар ғой. Ең бірінші волонтерлық жұмыста біздің жастардың ол қауіпсіздігі. Әрбір жұмысты атқарса да біз қауіпсіздікке қарауымыз керек, дұрыс па? Екіншіден, рухани қандай, ертең біз қандай неге келеміз, мақсатымыз қандай? Мақсат бізде көп. Мен өзім 11 жыл болды әскери зейнеткермін. 17 жылдай ма ұлттық ұлан құрамасында қызмет атқарғам. Қазіргі осы волонтерлық жұмыспен бірге, жастар саясатымен бірге, конгресспен бірге, жастар саясат конгресімен бірге, біз мынау жастарды бөлек ол бір тақырып болсын, отан қорғау. Ол да бір үлкен мәселе қазір туындап тұрған. Ол да бізге қалған ата-бабаларымыздан жерді қорғау, елді қорғау. Ол да бір маңызды, өте маңызды тақырып. Жаңағы бауырым айтып отыр, мынау киелі жерлерді сақтап қалу. Ол да ата-бабалардан қалған бізге. Бізге жалғастыратын бір жол ғана бар. Біз жастардың ортасында көп жұмыс атқаруымыз керек, менімше. Біз кабинетте отырып ешқандай оны мынау тек қана телефонмен жұмыс жасай алмаймыз. Біз шығуымыз керек, баруымыз керек, өзіміздің жаңағы ойымызды айтуымыз керек, дұрыс ойымызды. Жастарды, мынау идеологиядамыз ғой, жастардың кішкене мынау, қазір бәрі бар жастарда. Көлік десең, көлігі бар, жаңағы крайний мынау модель дейміз ғой, соткасы бар, қайда барам десе де, қай мемлекетте оқиым десе де, қандай жаңағы маман болам десе де, бәрі бар. Бірақ та біз мынау жүрек, тарих, ел, анам, атам деген көп бет бұруымыз керек осыған. Өйткені біз оны қазір бастамасақ, ары қарай ол қалыптаспайды.
қазіргі кезде осы дүние, осы сөз, осы ой нағыз қазір біз керекпіз деп өзім ойлаймын. Жасым 60-қа, қыздың жасы сұрамайды дейді ғой, 60-қа тақап қалдық, бірақ та әлі бір 10 жыл болсын, 15 жыл болсын, Алла Тағала қаншама менің өзімнің жүрегім соғып тұр. Мен соншама осы елім үшін жастармен бірігіп, енді жас кезімнен жастармен бірге жұмыс жасап жүргеннен әлі де жүрегім осы жастардың жұмысына жүрегім соғып тұрады. Әр уақытта осындай болу керек меніңше, өйткені жастарға жол көрсетіп жүретін аға болу өкілдер болу керек. Әр уақытта біздің ортамызға бірге қайнап, өйткені ол кісілердің тәжірибелері бар, сіздердің білесіздер, оң мен солда ақ пен қараны ажырата аласыздар. Енді жаңағы айтады ғой, қазақта өсіп келе жатқан жас шыбықты қайқа қарап бұрасын, ол сол жаққа қарап өседі дейді ғой. Сол сияқты сіздердің де қазіргі жастарға бүйтіп көрсететін, айтатын кеңестеріңіз сол барынша пайдалы болады. Енді волонтерлік тақырыбына оралайық, қайтадан тарихи мәдени саласындағы волонтерлік бізде көбінде еліміздегі кітапханаларда жұмыс істейді. Кітапханашыларға көмектеседі. Жастар бар. Оны көшіру жұмыстарына болсын, немесе біздің жаңағы ғылыммен айналысатын ағаларымыз кітапханашыларға қағаз қалдырып береді, маған осындай кітаптар тауып беріңіздер. Өйткені әлі күнге дейін ғаламторды пайдаланбай кітаптан іздейтіндер де бар ғой. Жаңағы ауылдық аймақтарымызда болсын, аудан орталықтарында болсын, олар сол кітаптарды іздестірумен айналысады. Одан кейін сирек қорлармен жұмыс жасайды. Көбінде жаңағы келеді, менің де атам осындай азамат болған, оның бір жазған газеттердегі мақаласын архивтен көтеріп тауып бересіздер ма? Осындай уақытта менде тек қана номері мен датасы ғана қалыпты, соны қалай жасаймын деген секілді сұрақтар туындайды. Сол кезде волонтерлер келіп оларға көмектеседі. Одан кейін біз білеміз, алыс жақын елдегі мемлекеттерге экспедициямен шығып, бұрындағы біздің алаш арыстарымыздың жазып кеткен еңбектерін түпнұсқасын сол жерден тауып, жаңағы копиясын жасап, ары қарай оны қазақшаға аударуға да қатысып жүрген азаматтарымыз бар. Ондай кейстер өте көп. Енді сіздердің ойларыңызша, енді біз осы салада жүрміз ғой, тарихи мәдени салада жүрміз. Ары қарай бұны қалай дамытамыз? Жастарды қалай біз осы салаға волонтер болуға көбірек жаңағы шақырғымыз келеді? Нақты тетіктерін талқыласақ енді қазір. Жалпы волонтер болу енді ерікті болу дейді ғой енді. Ерікті болу бұл біздің менталитетімізде бар нәрсе негізі. Біз айтып жатамыз, еріктілік институты қазіргі уақытта жақсы дамуда деген секілді. Бірақ та бұрын атам заманнан бері бізде көмек қолын созуға дайын тұратын өзіміздің қанымызға сіңген бір қасиет бар. Соны ұмытпауымыз керек. Бұрынғы кезде мысалы біреулер үй соғып жатса асарлату, біреулер көшіп жатса асарлату деген секілді әртүрлі енді әрдайым көмек қолын созуға дайын тұрған қасиетіміз бар. Сондықтан да бұл жерде тек қана бір жаңағы қазіргі уақытта біз бір ғана бағытты талқылап отырмыз, ол тарихи мәдени мұралар бағытындағы волонтерлық деген секілді. Бірақ та жалпы бізде бұдан бөлек экологиялық волонтерлық, жаңағы қайырымдылық волонтерлық, жаңағы әртүрлі әлеуметтік іс-шараларда волонтер болу деген секілді әртүрлі бағыттары бар ғой. Сондықтан да жалпы бізде қазіргі уақытта волонтер болуға деген қызығушылық танытқан адамдардың қатары өте үлкен, өте өсіп келе жатыр. Бір бағытқа оларды қызықтыру үшін қызықты ақпаратпен бөлісе білу керек. Бірінші кезекте бізде қазіргі уақытта жалпы елімізде болсын, жалпы мынау әлеуметтік желінің себебінен ақпараттық вакуум қалыптасқан. Яғни ақпарат өте көп және тез дамиды, тез таратылады. Сондықтан да қазіргі уақытта оларды қызықтыра алатын, оларды қармақ секілді іліп ала алатындай бір қызықты ақпаратпен, қызықты жұмыстармен бөлісу керек. Мысалы жаңа өзің айтып өткендей, кітапханаларда жұмыс жасайтын еріктілердің олар өзінің жұмыс барысында бір қызықты бір мәліметтерге кездесіп қалатын кездері өте көп. Соны былай айтқанда пайдалы кейс ретінде көрсетіп, яғни позитивті жағынан көрсетіп тарату арқылы біз оларды осы бағытқа тарта аламыз. Мысалы жаңағы Ақылбектің айтқан мәдени орындарға бару арқылы этноволонтерларды қалыптастыру. Ол да бір қызықты бағыт. Мысалы әлі күнге дейін мысалы сол Маңғаз Маңғыстау жерінде болмаған, бірақ барғысы келетін жастар болсын, орта жастағы
үлкен жаңағы қарт біздің күміс волонтерлар дейді, олардың да қатары өте көп. Оларды да соған жеткізу, соларға апару арқылы оларды осы тарихи мәдени волонтерлыққа тартуға болады. Негізгі тетіктер оларға өздерінің көзімен көруге мүмкіндік беру арқылы осы салаға, осы бағытқа тартуға болады. Мысалы, атамның аманаты республикалық қоғамдық бірлестігінің атқарып жатқан жұмысын, мысалы, олардың да бұл кісілердің де атқарып жатқан жұмысы ауқымды. Оны көзбен көру арқылы одан сайын қызығушылық артып, олардың қатарын көбейтуге осы жаңағы бұл кісі айтып өткен ақпараттармен бөлісу арқылы енді бірақ оны адамдарға қызығырақ форматта беру керек. Тек қана жаңағы бір бағытта емес, оны әлеуметтік желіде TikTok, Instagram желісі қазір қатты дамыған, солған қызықты форматта видеороликтер арқылы беруге тырысып, оларды осындай бір қызықты ақпаратпен тарту арқылы осы бағытқа бөлуге болады. Және де қазіргі уақытта жасанды интеллект, цифрландыру заманы ғой. Жасанды интеллект арқылы әртүрлі бір қызықты форматтағы видеороликтер арқылы немесе бір жаңағы ақпарат беру арқылы қазіргі уақытта ChatGPT-дің өзі қаншама былай айтқанда табиғи интеллектпен жұмыс жасауды азайтып келе жатыр. Көптеген жаңағы сабақтар сонымен жасалынып жатқанын барлығымыз білеміз. Көптеген ақпарат алмасуда ChatGPT арқылы жүріп жатыр. Сонда да ChatGPT-ге де пайдалы ақпараттарды беріп, жаңа енді ол да жасанды интеллект қой. Жасанды интеллектпен де жұмыс жасауға болады, және сол арқылы тартуға болады деп ойлаймын. Ұмытып кетіппін бір нәрсені айтуға. Бізде мынау атамның аманатын тағы да бір өзінің бағыты бар. Ол деген мынау жастарды көп тартуға болады негізінде волонтерларды. Ол деген басқа мемлекеттерге барып қазба жұмыстарына қатысу. Экспедиция барады. Мысалы, Ресей мемлекетінде или басқа мемлекетте осы келе жатқан жылға жоспар жасаса, о жерде өздері, мен айттым ғой жаңағы 2000-3000 халық жатады бір жерленген жерде. Сол жерде көрініп тұрады оларға Қазақстан бар ма, басқа біздің қай елдерден сол жерде жерленген жаңағы адамдар бар. Жаңағы әлі белгіленбеген жерлер бар. Білет, ол братский жаңағы жерленген жер екен, бірақ та оны әлі раскопкалары болмаған, қазба жұмыстары болмаған. Соны көтереттағы өздерінің базалары бар, лабораториялар бар. Өте 80 жыл болса да анықтап береді жаңағы несін. Сонда құжаттары табылады. Жетон дейміз ғой, сарбаздарға берген, медальондары. Ол арқылы табылады, оның бәрі табысталады туыстарына. Сол қазба жұмыстарына қатысуға шақырамыз жастарды. Ол да керек дүние, қызық дүние. Екіншіден, қазір біз осы биыл біздің өзіміздің жастарға рахмет, ұжымда атқарып жүрген жұмысты. Олар мынау вокзалдарға шығып, бүкіл өңірдегі вокзалдар бар емес па, мынау поезд арқылы. Сол вокзалдарда, жаңағы автовокзалдарда жаңағы сіз айтқандай ролик жасап, роликті қазір көрсетіп жатыр. Осы атамның аманаты туралы қалай жаңа өтініш беру. Ол да қазір қатты көмектесіп жатыр бізге. Міне бір мысалыға алсақ, ол да үлкен жұмыс болып жатыр қазір өңірде. Бір адам көрсе, екінші адам қайтып, ол халыққа ертең жариялана береді. Түсіндірме жұмыс арқылы бір короткий, көп емес, жаңағы вокзалда отырған адамдар, жолаушыларға сонда ролик жасады. Өте жақсы негізі. Ақпарат таратуға тез көмек. Формат, әртүрлі форматта. Қызық жасаған, өте. Енді бұл жерде тағы бір айта кететін маңызды дүние десек те болады. Жалпы волонтерлыққа тек қана мынау бізде енді қалыптасып қалған ғой, волонтерлық деген кезде бірінші кезге жастар еске түседі.
Сондықтан да бұл жерде енді жалпы Еуропа елдерінде болсын, көршілес мемлекеттерде болсын, волонтерлық мықты дамыған мемлекеттердің барлығында волонтер деген кезде ол тек қана жастар емес, ол орта жастағы мынау қария, ақсақал дейміз ғой енді, күміс волонтерлар да қатарда болу керек. Енді біз өз тарапымыздан қазіргі уақытта осы жұмысты былай айтқанда жаңа деңгейге шығардық. Себебі тек қана жастар ол волонтерлікпен айналысса, ол тек бір бағытта болып қалуы мүмкін. Бұл жерде орта жастағы қария азаматтар мен азаматшаларды да бұл жұмысқа тарту өте үлкен өзінің жемісін береді. Мысалы айта кететін болсақ, көшпенділер ойындарында бізде 50 ерікті күміс волонтерлар жұмыс жасады. Яғни олар Астана қаласының белсенді ұзақ өмір сүру орталығының волонтерлары, олар бізбен енді былай айтқанда ең үлкен біздегі волонтер 86 жаста болды. Жасы үлкен. Осы секілді кейстер арқылы ол кісілерді жұмысқа тарту арқылы, ұрпақтар салып сабақтастығын қалыптастыру арқылы волонтерлыққа, тарихи мәдени волонтерлыққа жаңадан волонтерларды тартуға, осы бағытқа үйлестіруге, оларды жаңағы осы қатарына қосуға, үлес қосуға, жалпы шақыруға болады деп ойлаймын. Енді ол кісілердің де айтар ақылы, айтар тәжірибесі өте көп. Ол кісілер де өзінің тәжірибесімен бөлісу арқылы балаларға бір жаңа ақпарат береді, жаңа қызығушылық оятады. Сондықтан да бұл жұмысты да біз бірінші кезекке қоюымыз керек деп ойлаймын. Мынау жастарға рахмет айтқым келеді. Өзім мынау Жамбыл облысында жұмыс атқардым. Біраз жылдар, 10 жылдай. Оның ішінде сол Бауыржан Момышұлы деген ауылымыз бар. Баукеннің туып өскен жері. Жаңағы 13 генералы шыққан Жуалы ауданымызда өте мақтан етемін. Сол Бауыржан Момышұлы ауылының әкімінің орынбасары болып жұмыс атқардым. Сонда мынау ол да тарихи мұраға жатады. Ұлы Отан соғысының жаңағы ардагерлерінің ескерткіштері. Сол жастар келіп көмектеседі, жаңағы күтіп ұстауы бар, реставрационы жұмыстар болса да келіп өздері ерікті топтар келіп көмектеседі. Тағы да бір айтатынымыз, бізде әлі жаңағы қазба жұмыстары жүріп жатқан қалашықтар көп қой. Бізде Жуалының өзінде Барқуап деген қалашық бар. Сол жерге жастарды да тартуға болады. Өйткені мынау бұндай жұмыспен айналысатын біздей ұжымдар өздерінің штатта бір көп адам емес ұйымдар ғой. 5-6 әр кетсе бір 10 адам. Жартысының оның өзі жалақы алмайды, ерікті болып жүреді. Осындай жұмысқа да тартсақ, ол да керек. Ертеңі сол қалашықтарды сақтап қалу. Кей кезде ол кісілерде адам таба алмайды. Мынау біздің Қарқаралы, Семей жақта да көп ондай әлі жаңағы жұмыстар зерттелінбеген, әлі қазба жұмыстары басталмаған жерлер бар. Жалпы ондай волонтерға деген жұмыс деген айта алмаймын. Бағыты өте көп. Біріктіріп, сіз айтқандай тек қана жастар емес, біздің ортамызға да, біздің жасқа келіп отырған адамдарды да қосып, бір жағынан бұл қандай жақсы. Біз үйде отырмай, қоғамға белсенді болып, қоғамда біз қазір ардагерлер әскери ұйымға барып, жас сарбаздар келгенде өзіміз сабақ береміз. Ол да жақсы, өте қуанам. Қаншама анау бізді ұмыт кеткен жоқ, ұлттық ұлан. Бізді шақырып, жаңағы жастарға өзіміздің қызметімізді айтып, аналық өзіміздің ақылымызды айтқан, қандай жақсы. Бізді қосып атырмыз. Мынау күміс волонтерлар деген өте қуанып отырым. Бір волонтерларыңыз бар деп санаңыздар. Өте қызық қой. Мынау үйде отырғанша осылай келіп қоғамға, кейбір адамдар білмейді қалай барып, қай жерде көмегін, жаңағы өз пайдасын дейікші, пайдасын тигізгісі келген адамдар өте көп. Енді бірақ та бір нәрсені ескеру керек, жалпы қай бағыттағы волонтерлық болмасын, волонтерлыққа тартқан кезде бірінші кезекте
инструктаж және қауіпсіздік ережелерімен таныстырып өту керек дедік. Мысалы енді тарихи мәдени мұраға келетін болсақ, оларды жаңа бір қандай да бір мәдени ескерткішке, мәдени ошақтарға жіберген кезде, қандай да бір қазба байлықтарға жіберген кезде оларды бірінші кезекте мынау қауіпсіздік ережелерімен таныстырып, содан соң ғана олардың келісімімен осы жұмыстарға тарту керек деп ойлаймын енді. Себебі қауіпсіздік бірінші кезекте, және де сол мәдени мұраның бұзылып кетпеуіне, және сол мәдени мұраға зиян келмеуі үшін жұмыс жасауымыз керек. Себебі енді қандай да бір жұмыс болсын, ол белгілі бір ережені қажет етеді. Ереже болған жерде, тәртіп болған жерде, енді өзіңіз жаңа айтып отырсыз ғой, Бауыржан Момышұлы атамыздың бір керемет сөзі бар: тәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деген. Сол тәртіппен, байыпымен, ережесімен жасаған жұмыс өз нәтижесін алып келеді деп ойлаймын. Осы жерде тағы да бір мысалы бар, ана әңгімеден әңгіме жақсы нетіп жатыр, жалғасып жатыр. Мына Бауыржан Момышұлы ауылы білесіз, өзі орналасқан жері мына Алатаудың етегінде. Өте мынау қысымыз қалай, осы мынау біздің Астанада қандай қарлы қыс болады, боранды, бізде де сол Жуалда сондай қарлы, өте боранды, өзінің станциясы да бұрында боранды болған ғой. Содан мынау қыс уақытында бізде күйік асулары бар, жаңағы Амансай деген өзіміздің ауылымыз бар. Сол жерлерде мынау боран қатты соққанда 280 КАМАЗға шейін тұрып қалады. Мынау өз бағытымен келе жатқан адамдар таситын автобустар ішінде 30-40 бар адамдар аязда қалып қалады. Сонда біз мынау Жуалының жастарына рахмет, белсенділерге, волонтерларға, жастар саясатына, сол балалар арқылы біз мынау КАМАЗда қалып қойған нелер бар ғой, жаңағы жолаушылар бар, жаңағы сол көліктің ішіндегі өзінің нелері бар, адамдар. Соларға ыстық шай таратады балалар. Анау, ол біз білмейміз, боран 1 тәулік бола ма, 2 тәулік бола ма, 3 тәулік бола ма, ол енді мынау неге байланысты, ауа райына, қолайсыздығына. Сонда жастар келіп, жаңағы сол жақта қазан ошақтарына бір жүрегің бір қарап отырып, ана бір қуанасың. Айналайындар, мына қол үшін созып жатыр деген. Келіп, жақындағы ауылда қазан ошақтарын жайып тастап, тамақтарын әкеліп, жаңағы бүкіл біздің анау нелер, дүкеншілер көмектесіп, сондай ұйымшыл халық. Соған қарағанда өте мақтан етем сондай жұмыстарды өзімізде ортада жүріп, жаңағы сіз айтасыз ғой, ең біріншіден қауіпсіздік бұл жерде. Жастардың қауіпсіздігі, жолаушылардың қауіпсіздігі өте маңызды. Сол 1 тәулік, 2 тәулік сондай жұмыстармен айналыса береміз. Мына волонтерлық, нағыз көмек ел үшін деген. Рахмет. Енді айта кетсем, осы волонтерлық жайлы бізде кезінде достарымызбен, бізде Маңғыстау өңірінде жүргенде, бізде бабалар көп, бабалардың басы. Сол бабалардың басында әрбір каждыйында бір шырақшыдан болатын. Біз жаңағындай 4-5 бала болып жиналып, сол бабалардың басына барып шырақшыға көмектесетінбіз. Жаңа сол желмен келген қоқыстарды тазалау, және де тағы да тамақ пісіріп көмектесетінбіз. Шырақшылар енді үлкен кісілер болатын, көбінесе әулие, молда адамдар болатын. Тағы да ол шырақшыға көбінесе көбісі өздерінің аталарын, әжелерін іздеп келетін, қай жерде жерленгенін білесіз бе, осындай есімді азамат деп келетін. Сол азаматтарды тауып беруге, азаматшаларды солай көптеген көмектер жасағанбыз. Және жаңа күміс волонтерлар жайлы біз осы жобамызда да күміс волонтерлармен жұмыс жасаған болатынбыз. Біздің жастар сол күміс волонтерлармен жеке сөйлескен де болатын. Олай көптеген өздерінің ақылдарын айтты. Маған сол үлкен кісілермен жалпы жұмыс жасаған ұнайды өзіме. Себебі олар бізден көргені көп нәрсені біледі. Ол бізге өмірлік тәжірибе болып қалыптасады олардың айтқан ақылдары. Және сіз жаңа біздің тарихи мәдени қалашықтарды сақтап қалу жайлы біз алдағы уақытта бір жобаны талқылауға салып жатырмыз қазір. Бізде көптеген осы Қазақстанда
тарихы мол ауылдар көп. Сол ауылдарды туристік ауылдарға айналдырсақ па деген ой бар. Қазіргі таңда тағы да біз Маңғыстау облысында Сенек ауылын алып отырық. Ол Сенек ауылының айналасының барлығы тарихи мұраға бай. Оның ауылдың орналасқан жерде шөлді аймақ, біздегі араб елдеріндегі шөлді аймақтар секілді, тура сондай Сенек ауылы солай. Бізде сол жерді туристік аумаққа айналдырсақ па деген ой. Себебі оның айналасында бізде Шопан ата бар, Қараман ата бар, Бекет ата бар, тағы да көптеген бабалардың басы бар. Оң жақ бөлігінде бізде Үстірт таулары, Бозжыра таулары, көптеген туристік аймақтар орналасқан. Солай біз Сенек ауылына заманауи киіз үйлер тігіп, қазақтардың енді мұра заттары көп, соларды қойып, туристерді Сенек ауылына тартып, Сенек ауылы арқылы маршруттармен жаңағы аймақтарға апарсақ па деген жоба қарастырылуда. Жақсы, өте керемет. Өте осы ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр. Оның барлығы осы әлеуметтік желіде болсын, барлығынан насихат болып жатыр ғой. Енді бүгінгі біздің алғашқы шығарылымды қорытындыласақ, сіздердің рұқсаттарыңызбен шынайы ризашылығымызды білдіреміз. Келіп осылай эфир алдында, экранның ар жағындағы көрерменге өздеріңіздің түрлі кейстарыңызды, ақпараттарыңызды беріп жатырсыздар. Мұның өзі бұл алыстан, телефоннан немесе теледидардан қарап отқан азаматтар үшін пайдалы болады деп ойлаймыз. Енді тарихи мәдени волонтерлік ол білесіздер ғой өздеріңіз, біз үшін ол өте маңызды. Өйткені біз көшпелі елдің ұрпағымыз, көшпелі халықпыз. Біздің қаншама мұраларымыз, қаншама тарихтарымыз бар, тарихи орындарымыз, ескерткіштеріміз әлі де адамзатқа жұмбақ. Мынаны кім салды, кезінде қалай салды деген сұрақтар өте көп. Сондықтан бұның барлығын келесі буынға сақтап қалу үшін біз қазіргі уақытта жастар ретінде, аға буын өкілдері ретінде сіздер бірге жұмыс жасап жатырмыз. Тағы да ризашылығымды білдіремін. Барлықтарыңызға рахмет көп. Құрметті көрермендер, подкаст Мұралайф бізде алғашқы шығарылымды қорытындылаймыз. Түрлі кейстарды бөлістік сізбен. Біздің бүгінгі шығарылымның астына өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Біз міндетті түрде жауап беретін боламыз. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі жүздескенше.